Әрбір мемлекет үшін отаншылдық рухта тәрбие беру әрбір азаматтың мемлекетімізге, оның даңқты да қиын тарихына, алдағы болашағына өзінің қатысты екендігін сезініп, еліміздің мұң-мұқтаждарын ойлануынан басталады. Бұл міндеттің күрделілігін елбасы нақты пайымдап, бұл міндет білім берудің, мәдениет органдарының, қоғамдық ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының барлық жүйесіне, әрбір отбасына қатысты. Ал оны елдің туын, ел таңбасын, гимнін қастерлеуден, заңды үкіметті құрметтеуге тәрбиелеуден бастау керек. Әрбір адам баласы кезінен Қазақстан менің отаным, оның мен үшін жауапты екені сияқты, мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойды бойына сіңіріп өсетіндей еткен жөн. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері еліміздің егемендігін, халқымыздың рухын, ұлттық салт санасын, қаһармандығы мен даналығын айқындайтын айшықты белгілер. 1992 жылдың 4 маусымы Қазақстан Республикасының рәміздері бекітілген күн болып тарихта қалды. 2007 жылғы 4 маусымда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қол қойып бекіткен Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заңы мемлекеттік рәміздерімізді пайдалану тәртібі нақты белгілеп берді.